Сәлем достар, сіздермен бірге мен мәлімет арнасы. Бүгін мен сіздерге жерде дәл қазіргі сәтте ауа жоқ болып кетсе, адамдар қалай демалып, не істейтінін айтатын боламын. Видео басталмай жатып, арнаға тіркеліп, видеоға лайк басыңыздар. Бұл мен үшін үлкен қолдау. Ауа жер атмосферасын құрайтын, негізінен азот пен оттекпен тұратын газдар қоспасы. Ауа су мен жер қыртысының құрамында да болады. Ауаның негізгі құрам бөлігі оттек. Тыныс алу үшін өте қажет. Оттекпен жануарлар мен өсімдіктер тыныс алады. Енді ауа мүлдем жерде жоқ болып кетсе, не болады? Адамдар ауасыз не істейді? Ауасыз кәдімгі адам 2 немесе 5 минут қана өмір сүре алады. Бұл кезде адам тыныс алуын тоқтатқанда, адам миы қолда, аяқта, өкпеде тағы басқа қалған ауаларды алып дем жібере бастайды. Адам денесі өшіп, ми адам аман қалдыру үшін адамды талдыртып, бүкіл амалын істейді. Бұл алғашқы 10-15 минутта болатын жағдай. Ал 30 немесе одан көп минуттан кейін адам баласы түп тамырымен бүкілі өледі. Тек адам осы жағдайды басынан өтірмей, сонымен қатар жануарлар да бұл азапты шегеді. Өсімдіктер қурап, бір апта немесе одан да көп немесе одан да аз күнде адам сенгісіз болып жер өзгереді. Күннен күнге жер өле бастайды. Нақты айтсақ, ауасыз тіршілік жоқ. Қазіргі кезде аман жүргеніміз бір Алланың арқасы. Қазіргі химикалық элементтер мен заводтар, қоқыстар ауаны тоқтаусыз ластап жатыр. Сол үшін сақ болайық, аман жүрейік достар. Құдай сақтасын, егер мынандай жағдай туатын болса, сіз не істейтін едіңіз? Достар, осымен видео аяқталды. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деген үміттемін. Сау болыңыздар.